Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 8-ші дәрістің тақырыбы алма өсіру технологиясы. Қарастырылатын сұрақтар: алма өсіру технологиясы, екінші өнеркәсіптік алма бағының ерекшеліктері және оны ұйымдастыру. Жеміс-жидек өсірілетін шаруашылықтарда мол өнім алу үшін сортқа ерекше мән беру керек. Мичуриннің айтуы бойынша, әрбір жеміс ағашының жыл сайын өнім беру қабілеті бағалы сорт сапасына және қасиеттерінің бірі деп атап көрсетті. Сорттар дұрыс аудандастырылса, олардың өнімі 1,5-2 есеге артады. Сол себептер бақ отырғызар алдында сорттарды дұрыс таңдай білудің маңызы зор. Топырақ пен жерді таңдау. Алма жарық сүйгіш дақыл. Күн кем түспейтін, желден қорғалған жер таңдалады. Топырақ түрі қара қоңыр, құмдақ және саздақ. pH 6 және 7, сәл қышқыл немесе бейтарап болуы шарт. Жер асты суы 2-2,5 метрден төмен болмауы керек. Сорт таңдау үшін аймақ климатына бейімделген қысқа төзімді сорттар таңдалады. Пісу уақытына қарай ерте пісетін, орташа және кеш пісетін болып бөлінеді. Ерте пісетін алмаға Мельба, Алматинский, Жигулевский сорттары, орта пішетінге Апорт, Golden Delicious, кеш пісетінге Ренет Семеренко, Айдерет деген сорттар жатады. Тамыр тұқымдығы MM106, 418, M9 ергежелі және жартылай ергежелі подвойлар таңдалынады. Көшет отырғызу уақыты көктемде сәуірдің ортасы және мамыр айында, күз айында қыркүйек және қазан айы болып есептеледі. Отырғызу сызбасы бойынша кәдімгі бақты 5-4 метр аралығында, жартылай ергежейлі бақтарды 4-2,5 метр, ергежейлі бақты 3-1,5 метр аралығында отырғызу керек. Отырғызу тәсілі бойынша шұңқырлар 60-80 см тереңдікте, 81 метрде ені болу керек. Және оған шіріген көң, суперфосфат 150-200 грамм беріледі, көң 5-8 килограмм беріледі. Көшетті отырғызғаннан кейін тамыр мойнын 3-5 см жоғары қалуы тиіс. Отырғызғаннан соң 20-30 литр су құйылады. Күтім технологиясы бойынша жас алманы 10-14 күн сайын, яғни 20-40 литр мен суару керек. Өнім берілетін ағашты гүлдеу, жеміс байлау, жеміс үлкейту кезінде тамшылатып суару тиімді. Берілетін тыңайтқыштар көктемде азот, яғни аммиак селитрасы 30-50 грамм. Жазда НПК тыңайтқыштары енгізіледі, яғни кешенді. Күзде суперфосфат 200 грамм, оған қосылған калий суперфосфаты 150 грамм. Органикалық тыңайтқыштарды 2-3 жылда бір рет беру керек. Арамшөптермен күрес шаралары, яғни 1 метр радиуста арамшөптен таза болу керек, қопсытылған болу керек. Қалыптастыру түрлері. Қалыптастыру кесуді 1-4 жылда жасап тұрады. Реттеп кесуді жыл сайын, жаңарту кесуді ескі ағаштарда жүргізіледі. Негізгі мақсаты кесудің тәжге жарық түсуі, жеміс салатын бұтақтарды сақтау, қураған, сынған, ішке бағытталған бұтақтарды жою. Арамшөптермен күрес шараларда жүргіземіз. Негізі алма қотыр ауруымен, ұнтақты көгеру және меланоз ауруларымен жиі ауырады. Бұған күрес шаралары ерте көктемде 3% борды сұйықтығымен, гүлдегеннен кейін фунгицидтермен, зиянкестерге ақтары, децис сияқты фунгицидтер пайдаланамыз. Гүлдеу және тозаңдану. Көп сорттар өздігінен тозаңданбайды, сондықтан бақта 2-3 сорт бірге отырғызылғандары дұрыс. Ара шаруашылығы маңызды жоғары орындалады. Жеміс сортына тән биологиялық ерекшеліктерге өнімді мол салуы, жақсы тіршілік етуі, суыққа төзімділігі, бөрікбастардың көлемдері, вегетативтік жеміс беретін бұтақтардың түрлері, жемістердің дәмі, түсі, тағы басқалар ерекшеліктері жатады.
Осындай ерекшеліктеріне қарай Қазақстанда алма сорттарында 3 топқа бөлеміз, яғни ерте өнім беретін, орташа мезгілді өнім беретін және кеш өнім беретін болып 3-ке бөлеміз. Жемістердің пісуіне байланысты алма сорттары жаздық, күздік, қыстық болып бөлінеді. Өнеркәсіптік алма бағы бұл коммерциялық мақсатта алма өсірілетін және оның өніміне жаппай өндіруге бағытталатын бақ. Мұндай бақтар әдетте үлкен аумақты қамтиды және алма өнімін жоғары өнімділікпен, тұрақты сапамен және нарыққа сұранысқа сәйкес өндіру үшін ұйымдастырылады. Өнеркәсіптік алма бақтары алма өсірудің заманауи әдістеріне қолдана отырып, экономикаға тиімді және пайдалы. Алма сорттарын таңдау. Өнеркәсіп мақсатта өсірілетін алма сорттары жоғары өнімді ауруларға төзімді және нарыққа сұранысқа сәйкес болуы қажет. Сорттардың таңдауы климаттық жағдайларға және топырақ ерекшеліктеріне байланысты жасалады. Мысалы, қышқылды немесе дәмді алма сорттары консервілеу үшін, шырын өндіру үшін немесе тікелей тұтыну үшін де қолданылады. Топырақ пайдалану және отырғызу бойынша алма ағаштары жақсы дамуы үшін құнарлы, дренажды топырақ қажет болады. Бақтың топырағын алдын ала тексеріп, қажет болса тыңайтқыштар мен компост енгізіледі. Отырғызу кезінде алма көшеттері арнайы техникалармен немесе қолмен отырғызылады. Отырғызу ара қашықтығы мен тереңдігі әр сортқа және топыраққа және климатқа байланысты болады. Өнеркәсіптік алма бақтарында өнім шырын, джем, кептірілген алма, компот түрінде өңделеді. Бұл өнімдер жергілікті нарыққа және экспортқа шығарылады. Жинау және сақтау. Жеміс толық піскен кезде бұтақтарды ілмектері бар ұзын таяқтармен сүлку арқылы жерге түсіріп жинайды. Жеміс бау-бақшаларында ВСО-25 стрела деп аталатын жеміс сілкігіш жинағыш машиналарын қолданылады. Жемістен тұқымды алу үшін арнайы жеміс ұстағышқа немесе жеміс үгіткішке майдалайды, сосын тұқымдарды жуып, тұрақты салмаққа дейін кептіреді. Үлкен тұқым партиясынан қосымша өнімдер шырын немесе пюре алуға пайдаланылады. Кішігірім тұқым партияларын дайындауға жемісті ұзақ бөліктерге бөліп, күнге кептіреді, сосын барлық бөліктерді електе үгітіп, елеуіштен өткізеді, немесе келсапта түйеді. Содан кейін тұқымдарды суға шайып кептіреді. Тұқымның шығымы 0,4-1% болу керек. Тұқымды герметикалық тығында ыдыста сақтайды, алма тұқымда ұсынылатын ылғалдық 10%. Қорыта келе, ергежейлі тамыр сабақтар арқылы алманы өсіру қазіргі замандағы тиімді және өнімді әдістердің бірі. Бұл технология арқылы ағаштар аласа бойлы, күтімі жеңіл, тез жеміс беретін болып өседі. Өнеркәсіп алма бақтарында ұйымдастыру кезінде сорт таңдауға, топырақ дайындауға, суару мен қоректенуге ерекше көңіл бөлінбейді. Жабайы алма түрлері селекция мен тұқым шаруашылығында маңызды рөл атқарады. Себебі олар аязға, құрғақшылыққа және ауруларға төзімді болып келеді. Алманың табиғи және мәдени түрлерін тиімді пайдалануы еліміздің бау-бақша шаруашылығын дамытудың негізгі жолдарының бірі болып саналады. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.